Сәлем, 6 сыныптың математикасы 941 есепті шығаратын боламыз. Есептің шарты бойынша теңсіздікті шешіңдер дейді. Яғни біріншісі x азайтылған 3 кіші немесе тең болу керек 11-ден x-ті қалдырамыз. Именно минус 3 дегенді теңсіздіктің оң жақ бөлігіне плюспен өткіземіз. 11 қосу 3 болып өтеді. Сонда x кіші немесе тең 11 мен 3-тің қосындысы 14-ті береді. Сан аралығына саламыз. Нүктеміз боялады. Нүкте боялады, себебі бұл жерде қатаң емес теңсіздік белгісі, минус шексіздіктен 14-ке дейінгі аралық. Жауабын былай жазамыз. Минус шексіздіктен 14-ке дейін тік жақша. Келесі екіншісі. Минус 3 кіші болу керек, y азайту 4-тен. Минус 4 дегенді өткізіп аламыз. Минус плюс 4 деп өткізіп аламыз. Сонда минус 3 плюс 4 кіші y-тен. Минус 3-ке 4-ті қоссақ 1 болады, кіші болу керек y-тен. Сан өсінде саламыз. Нүктеміз боялмайды, өйткені қатаң емес теңсіздік белгісі 1 деп жазып аламыз да, y-ке қарай, яғни плюс шексіздікке қарай. Оның жауабын былай жазамыз. 1-ден плюс шексіздікке дейін, яғни жай жақша болады қатаң теңсіздік белгісінде. Үшіншісі, x қосу 5 үлкен болу керек минус 3-тен. X үлкен болу керек, плюс 5 дегенді минус 5 деп өткізіп аламыз. Сонда минус 3 минус 5 болады. X үлкен болады минус 8-ден. Сан өсіне саламыз. Нүкте боялмайды минус 8, яғни плюс шексіздікке қарай штрихтаймыз. Сонда жауабы минус 8-ден плюс шексіздікке дейін. Төртінші, 2y кіші немесе тең, y қосу 8-ден. Y-терді бір жаққа жинақтап алуымыз керек. Y-ті минус деп өткізіп аламыз. Сонда 2y азайту y кіші немесе тең болу керек 8-ден. 2y-тен y-ті азайтатын болсақ, y болады кіші немесе тең 8-ден. Сан өсіне саламыз. Бұл жерде нүкте боялады. Және де минус шексіздіктен деп белгілейміз міне. Сонда жауабы былай болады. Минус шексіздіктен 8-ге дейін тік жақша. Келесі, 11 үлкен немесе тең болу керек x қосу 2-ден. 11 азайту 2 деп өткізіп аламыз, плюс 2-ні үлкен немесе тең x-тен. 11-ден 2-ні азайтатын болсақ 9 болады, үлкен немесе тең x-тен. Сан өсіне саламыз. Нүкте боялады. 9 минус шексіздіктен болады. Жауабы минус шексіздіктен 9-ға дейін тік жақша. Алтыншысы, 3y үлкен болу керек 5y қосу 4-тен. 3y азайту 5y деп өткіздіріп аламыз. Үлкен болу керек 4-тен. 3y-тен 5y азайтсақ минус 2y үлкен болу керек 4-тен. Y-тің алдындағы коэффициент минус 2 болғандықтан мына белгі өзгереді. Теңсіздік белгісі қарама-қарсыға өзгереді. Сонда y кіші болады минус 2-ден. Сан өсіне саламыз. Нүкте боялмайды минус 2, яғни минус шексіздіктен. Бұның жауабы минус шексіздіктен 2-ге дейінгі аралық. Мына полностью түсіндіре алдым деп ойлаймын. Келесі есеп. 942 есептің шарты мынадай. Теңсіздіктерді шешіп, шешімдер жиынын координаталық түсуде кескіндеңдер дейді. Бұл жерде бірінші x азайту 3 үлкен немесе тең минус 13-тен. Минус 3-ті плюс деп өткізіп аламыз. Сонда минус 13 плюс 3 болады. X үлкен немесе тең минус 13-ке 3-ті қоссақ минус 10 болады. Сан өсінде белгілейміз. Координаталық түсуде кескінде деп тұр. Яғни нүктеміз боялады. Минус 10 деп жазып аламыз. Плюс шексіздікке дейін болды. Тек қана координаталық түсуде кескінде деп тұр. Біз кескіндеп қойдық. Екінші. X қосу 1 кіші немесе тең болу керек 9-дан. X кіші болу керек 9-ды жазып аламыз. Плюс 1 дегенді минус 1 деп өткізіп аламыз. Сосын X кіші немесе тең болады. 9-дан 1-ді азайтсақ 8. Координаталық түсуде саламыз. Нүкте боялады. 8, минус шексіздіктен болады. Үшінші. X қосу 3 үлкен 5-тен. X-ті қалдырамыз. Үлкен плюс 3 дегенді минус деп өткіземіз. 5 азайту 3 болады. X үлкен болады, 5-тен 3-ті азайтсақ 2. Координаталық түсуге саламыз. Нүкте боялмайды 2, плюс шексіздікке қарай кетеді. Төртінші. 2x қосу 7, кіші 11-ден. 2x-ті қалдырамыз, кіші 11-ді жазып аламыз. Именно плюс 7 дегенді минус 7 деп өткіздіріп аламыз. 2x кіші болады, 11-ден 7-ні азайтсақ 4. X кіші болады, 2-ден, яғни 4-ден 2-ні бөлеміз, 4 пен 2. Координаталық түсуге саламыз. Нүктеміз боялмайды, яғни минус шексіздіктен 2-ге дейінгі аралық болады. Келесі 5-шісі. 4x қосу 5 кіші немесе тең 21-ден. 4x кіші немесе тең 21-ді жазып аламыз да, плюс 5 дегенді минус 5 деп өткіздіріп аламыз. Сосын 4x кіші немесе тең 21-ден 5-ті азайтсақ 16. X-ті табу үшін біз 16-ны 4-ке бөлеміз, 4 шығады.
Координаталық түзуге белгілейтін болсақ, нүктеміз боялады. 4, яғни минус шексіздіктен 4-ке дейінгі аралық болады. 6. 9х азайту 7 үлкен минус 25-тен. 9х-ті қалдырамыз, минус 25-ті жазып аламыз да, минус 7 плюс 7 деп өткіздіріп аламыз. Сосын 9х үлкен болады, минус 25-ке 7-ні қосатын болсақ, минус 18. Х-ті табу үшін минус 18-ді 9-ға бөлеміз, минус 2. Координаталық түзуде белгілейміз, нүкте боялмайды минус 2 деп аламыз да, плюс шексіздікке қарай штрихтаймыз. Міне, жалпы есептердің барлығы түсінікті деп ойлаймын. Келесі есепке көшейік. 943 есепте теңсіздіктерді шешіңдер дейді. Бұл да тура жаңағы есеп сияқты, но бұл жерде уже айнымалылар 2 реттен беріліп тұр. Соны қалай шығару керектігін үйрететін боламын. Ең алдымен каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Бірінші. 3х азайту 7 кіші x қосу 1. X-терді бір жаққа, сандарды теңсіздіктің екінші жағына жинақтап аламыз. 3х-ті қалдырамыз, на x-імізді өткізіп аламыз, минус x деп. Содан кейін теңсіздік белгісін жазғаннан кейін бірінші өзінің орнында тұрған, яғни теңсіздік белгісінің оң жағында қалып болған санды жазамыз да, одан кейін барып сол жағындағысын қарама-қарсы таңбамен өткіздіреміз. Осы жерін нақтылап алсақ, ары қарай есепте оңай болады. 3х-тен x-ті азайтамыз, 2x болады. Бірге 7-ні қоссақ 8 болады. X кіші, 8-ді 2-ге бөлеміз 4 болды. Координаталық түзуде нүктеміз боялмайды 4, яғни минус шексіздіктен. Жауабы минус шексіздіктен 4-ке дейін. Екінші. 2 қосу x үлкен болу керек 8 азайту x-тен. X-ті жазып аламыз, мынаны плюс x деп өткіздіріп аламыз. 8-ді жазамыз, 2-ні минус 2 деп өткіздіреміз. X пен x-тің қосындысы 2x болады, 8-ден 2-ні азайтсақ 6 болады. X-ті табу үшін 6-ны 2-ге бөлеміз 3. Координаталық түзуде белгілейміз. Нүкте боялмайды және плюс шексіздікке қарай. Есептің жауабы 3-тен плюс шексіздікке дейін. Үшінші. 1 азайту x, 2x минус 5-тен кіші болу керек, немесе тең болу керек. Минус x өзінің таңбасымен жазамыз. Плюс 2x-ті минус 2x деп өткіздіріп аламыз. Одан кейін мына жақта минус 5 бар. Мына плюс 1-ді минус 1 деп өткізіп аламыз. Минус x минус 2x бізде минус 3x-ті береді. Минус 5 минус 1 минус 6 береді. X-тің алдындағы коэффициент теріс сан болғандықтан теңсіздік белгі өзгереді. Сонда x үлкен немесе тең болады. Минус 6 минус 3-ке бөлеміз 2. Координаталық түзуде нүкте боялады 2, плюс шексіздікке қарай штрихтаймыз. Жауабы 2-ден плюс шексіздікке дейін 2-де тік жақша, өйткені нүкте боялып тұр. Келесі 4-шісі. 2x плюс 1 үлкен болу керек x плюс 6-дан. 2x минус x деп өткіздіріп аламыз. 6-ны жазамыз да минус 1 деп жазып аламыз. Одан кейін 2x-тен x-ті азайтсақ x болады, 6-тан 1-ді азайтсақ 5 болады. Бұл есеп шықты. Координаталық түзуде саламыз, нүкте боялмайды, плюс шексіздікке қарай штрихтаймыз. Есептің жауабы 5-тен плюс шексіздікке дейін. 4x плюс 2, 3x плюс 1-ден үлкен болу керек. X-тер жинақтаймыз, 4x минус 3x, 1 азайту 2. 4x-тен 3x-ті азайтсақ x қалады, 1-ден 2-ні азайтсақ минус 1 қалады. Координаталық түзуде нүкте боялмайды, минус 1, және де плюс шексіздікке қарай кетеді. Есептің жауабы минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. 6-шысы. 6x плюс 1 кіші болу керек 2x плюс 9-дан. 6x минус 2x кіші болу керек 9 азайту 1-ден. 6x-тен 2x азайтатын болсақ 4x болады, 9-дан 1-ді азайтсақ 8 болады. Ары қарай x-ті табу үшін 8-ді 4-ке бөле саламыз. Болды, сан өсінен саламыз. Нүкте боялмайды, минус шексіздіктен деп жазамыз. Жауабы минус шексіздіктен 2-ге дейінгі аралық. Сұрақтар болса, комментарийге қалдырып отырайық, барынша жауап беруге тырысамын. Келесі есеп. 944-ші есептің біріншісінде былай дейді. X-тің қандай мәндерінде өрнектің мәні теріс сан болады дейді. Яғни мына берілген сандардың барлығы қай кезде теріс сан болады дейді. Сонда былай жазамыз. 2x минус 5-ті қай кезде теріс сан, яғни 0-ден кіші болса теріс сан болады. Болды, осы теңсіздікті орындаймыз. 2x кіші болу керек. Минус 5-ті плюс 5 деп өткізіп аламыз. X-ті табу үшін 5-ті 2-ге бөле саламыз. 2,5. Сан өсіне саламыз, нүкте боялмайды. Минус шексіздіктен. Демек, біріншісінде жауабы минус шексіздіктен 2,5-ке дейінгі болған аралықта, осы аралықтағы кез келген санды қойған кезде, мына берілген 2x минус 5 бізде теріс сан болады екен. Түсінікті деп ойлаймын. Екіншісін орындаймыз.
1,4 минус 7, оны да кіші 0 деп аламыз. 1,4 кіші 7-ден x-ті табу үшін 7-ін бөлеміз 1,4-ке. x кіші 5-ті береді. Сан өзіне саламыз, нүкте боялмайды, және де минус шексіздіктен 5-ке дейінгі аралық. Жауабы минус шексіздіктен 5-ке дейін. Келесі үшіншісінде 6 азайту x кіші 0-ден, яғни теріс сан болу керек. Минус x кіші болу керек. Минус 6-дан. X-тің алдында коэффициент теріс таңба болып тұрған үшін теңсіздік белгі өзгереді. X үлкен болады 6-дан. Сан өзіне саламыз, нүкте боялмайды, плюс шексіздікке қарай кетеді. Есептің жауабы 6 мен плюс шексіздік арасындағы кез келген сан 6 азайту x болған бізде теріс сан бола алады екен. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Екіншісінде енді y-тің қандай мәндерінде өрнектің мәні оң сан болады дейді. Оң сан болады дегеніміз, яғни оң сандар бұл 0-ден үлкен сандар, иә? Сонда берілген мынау 1 азайту y-ті 0-ден үлкен деп аламыз енді. Минус y үлкен болады минус 1-ден, y кіші болады 1-ден. Сан өзіне саламыз, нүкте боялмайды, және де минус шексіздіктен. Яғни жауабында минус шексіздікпен 1-дің аралығында болған барлық сандарда 1 азайту y өрнегі мәні бізде оң сан болады екен. Түсінікті, тура осылай қалған екеуінде орындаймыз. Y қосу 8 үлкен болу керек 0-ден, y үлкен болу керек минус 8-ден. Оп-оңай есеп. Нүкте боялмайды, минус 8-ден, мұны плюс шексіздікке қарай белгілейміз. Егер сұрақтар болатын болса, комментарийге қалдырып отырайық. Сонда жауабына жерде минус 8-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық болады. Келесі, 3y минус 4,5 үлкен болу керек 0-ден. 3y-ті қалдырамыз, 4,5-ті оң таңбамен өткіздіреміз. Y-ті табу үшін 4,5-ті 3-ке бөлеміз. Сонда y үлкен болады 1,5-ден. Сан өзіне саламыз, нүкте боялмайды 1,5, яғни плюс шексіздікке дейін. Есептің жауабы 1,5-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Міне осы сияқты есептерді оңай шығаруды үйренгің келсе, мына номерге жазыңыз, онлайн түрде сабақ өтіп, барлығын тиімді әдістермен түсіндіретін боламын. Келесі сабақтарда кездескенше.